Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен біз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді қарастырайық. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерге мынандай теңсіздіктерді мысал ретінде қарастыруға болады. Мысалы 2х қосылған 3 кіші немесе 7-ден тең деп қойсаңыздар да болады. Мысалы 5х минус 6 үлкен 4-ден деген сияқты. Екі теңсіздіктен көп теңсіздіктерді егер бір мезгілде шешетін болсақ, онда біз сызықты теңсіздіктер жүйесін шешкенмен пара-пар. Біз осыған дейін сіздермен бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шештік. Мысалы, х қосылған 3, мысалы, кіші 7 деген сияқты. Енді осымен қатарында тағы да х минус 2 үлкен 9 деген теңсіздікті қарайтын болсақ, мына белгіні жүйе деп қарайсыздар. Егер де осындай ирек жақшаның ішіне жазылатын болса, онда бізге теңсіздіктер жүйесі берілген деп аталады. Енді бұл теңсіздіктер жүйесі туындайды. Мысалы, бір мысал қарастырайық. Бірінші жаттығу. Мысалы, бала 4 қалам сатып алуға 600 теңгеден артық ақша төлейді. Егер қаламның бағасы 200 теңгеден 20 теңгеге қымбаттаса, ол 4 қаламға 820 теңгеден кем ақша төлейді. Қаламның алғашқы бағасын бағала дейді. Қанша болуы мүмкін алғашқы бағасы қалам? Сол туралы есеп. Біз осы есепті шешейік. Алдымен мынандай белгілеу енгізейік. Біз қаламның алғашқы бағасын x деп белгілейік. Алғашқы баға. X дегеніміз қаламның алғашқы бағасы. Алғашқы бағасы. Енді есептің шартына сәйкес біз теңсіздіктер жүйесін құрастырайық. Бізге айтуы бойынша есептенеді. Бала 4 қалам сатып алуға 600 теңгеден артық ақша төлейді. Яғни 4 көбейтілген бізде қаламның бағасы бізде x, 4 көбейтілген x. Бұл артық болады екен 600 теңгеден. Ал егер баға x дегеніміз 20 теңгеге қымбаттаса, ол деген сөз x көбейтілген 4 көбейтілген x қосу 20 деген сөз. Бізде баға x еді, осыны біз 20 теңгеге қымбаттаттық. Қымбаттатқан кезде ол 820 теңгеден кем болды. Ол 820 теңгеден кем. Міне, бізде екі теңсіздік шықты. Екі теңсіздікті енді біз шығаруымыз керек. Яғни бұл теңсіздіктер жүйесін шығарған кезде жалпы шешу 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадамда міне, бірінші қадам. Не істеу керек? Бізге алдымен әрбір теңсіздікті жеке шығарып алу керек. Яғни 4х үлкен 600-ден біз екі жағында 4-ке бөлетін болсақ, онда бізде x үлкен 150 болады. Мына жерде екінші теңсіздікте де 4-ке бөліп жіберейік. Сонда бізде x қосылған 20 кіші 205 болады. Енді мына екінші теңсіздіктегі 20-ны оң жаққа шығарайық. Бірінші теңсіздігіміз шығып тұр. Сондықтан бізде теңсіздігіміздің түрі теңсіздіктер жүйесі мынаған келеді. X үлкен 150-ден, ал келесі екінші теңсіздіктен x кіші 185-ден. Сонымен біздің теңсіздігіміз шешілуге жақын екінші қадам осы
2 tengsizlikti şeşemizde buna koordinatalık düzüdün boyuna keskin deyimiz. Yani koordinatalık düzüdün boyuna biz 150 alamız. 150 bizde kirmeydi. 150'den үлкен сандар, яғни ол 150'den үлкен сандар бізде плюс x'ке дейін кетеді. Одан кейінгі сан бізде 185. Шамамен былай алайық. 185-те кірмейді. 185-тен кіші сандар. Олар бізде минус x'ке қарай кетеді. Енді үшінші қадамда міне осы екі шешімнің ортақ шешімдерін аламыз. Яғни екеуінің қиылысуларын аламыз деп атайды кейде. Ортақ шешімдер өздеріңіз көріп тұрғандай міне 150 мен 185-тің ортасы. Бұны 150-ден плюс x'ке дейін қиылысу 185-тен минус x'діктен минус x'діктен екінші шешіміміз бізде 185-ке дейін. Яғни бұлар екеуінің қиылысуы 150-ден шешіміміз. 150-ден 185-ке дейін. Yani есептің жауабы қаламның бағасы бағасы 150 теңгеден артық 185 теңгеден кем.